Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Көңіл күй қалай? Ең бірінші адам сұхбаттаспас бұрын, әңгімелеспес бұрын көңіл күй жақсы болу керек қой. Сол сияқты бірінші сенің көңіл күйіңді білгім келіп тұр. Қандай көңіл күйде отырсың? Кішкене уайым қобалжу бар. Ең бірінші мені бұл жерде уайымдатып отыратын мынау сүйрең деген сүйір тіл, сүйгеніңнен айырар, я жауыңды қайырар дейді ғой. Біздің тілімізде тегі жоқ қой. Абай атамыздың өзі айтқан ғой, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп деп. Солай ешкімнің бір жүрегіне тиетін бір ауыр сөз айтқым келмейді. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету, біз бір жерге барып, сол жердің жаңағы түтін түзуіт етіп, сонда келін болу керекпіз. Мен мінезім кішкене доллау болғаннан кейін, мінезің жатық болса, ішкенің қатық болады. Кішкене абайлап сөйле, мінезіңді дұрыста, ертең сен бір жерге барып сіңісу керексің деген сияқты әңгімелерді айтатын ғой. Көбінесе айтатыны маған, жаңа үлкеннің алдында иіліп сөйле, кішінің алдында бүгіліп сөйле, иілгеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің өгілмейді. Өңше сондай нәрселерді білмеймін, ұятқа шомылдырып алған ғой. Алты ағайындымыз, анадан әкеден, анадан алтау туады, алтаудан біреу абадан туады, абадан атқа мінсе қалған таққа мінеді деп. Сондай бір бой жете келе, жоқшылықты, кедейлікті бір кісідей көре келе, жаңа абадан болғымыз келді. Шаршы топта сөз бастау қиын деп. Ол кісіге сөз бастау қиын болмайды.